Қазіргі таңда хит болып жатқан карамельный сметанниктің рецептісімен бөлісемін. Соңына дейін қарап шығыңыздар. Карамельді сметанниктің дәмі ешқандай да тәттілерге, пирогтарға ұқсамайды. Айта кетерлігі, дәмі балмұздақ сияқты. Балмұздақ жеп отқандай боласыздар. Шаймен керемет үйлеседі. Осындай мінсіз болып шығады. Мен осы пирогқа ғашық болдым. Сізге де, өзіңіздің отбасыңыздың мүшелеріне де барлығының көңілінен шығады. Дәмі бомбический супер болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте сәтті рецепті және де өте оңай дайын болады. Соңына дейін қарап шығуға кеңес беремін. Бізге қажетті ингредиенттерге ұн, қаймақ, сары май, вареная сгущенка, шекер, разрыхитель керек. Ыдысымызға илектен өткізілген ұнды саламыз, разрыхительді саламыз. Бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды саламыз. Қолымызбен араластырып аламыз. Оның үстінен шекерді саламыз. Қолымызбен араластырып, қамыр жасап бастаймыз. Осындай песочный болып келеді. Осы қамырды біріктіру үшін бір жұмыртқамызды жарып саламыз. Қолымызбен араластырып, қамырды жасай береміз. Жұмыртқа қамырдың бірігуіне септігін тигізеді. Артығын қоспаймыз. Осылай араластыра берсеңіздер, біздегі песочный қамырымыз дайын болады. Міне дайын болды. Салафанға салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Ыдысымызға қаймақты саламыз. Шекерді саламыз. Вареная сгущенкамызды саламыз. Венчиктің көмегіменен араластырып аламыз. Екі жұмыртқамызды жарып саламыз. Одан әрімен барлығы бір келкі болғанша венчикпен араластырамыз. Міне араластырып жатырмын. Осылай бір келкі қалыпқа енді. Біздің салмамыз дайын. Менде осындай таба бар. Егер сіздерде кальцо болса, кальцоға да қойып жасасаңыздар болады. Астына пергамент қағазын қойып, тоңазытқыштағы қамырымызды алып, теңдетіп екіге бөлеміз. Бір бөлігін осылай астыңғы жағын қолымызбен тегістеп шығамыз, немесе ұқтаудың көмегімен жайып алсаңыздар да болады. Астыңғы бөлігі дайын. Енді жандарын бортики жасаймыз. Осылай қолымызбен алдын ала жайып алсақ, өзіңізге ыңғайлы болады. Дәл осы видеодағыдай жасасаңыздар ешқандай қиындығы жоқ. Осылай қолымызбен жасасақ та болады, немесе шанышқының көмегімен де турлап шықсаңыздар болады. Міне бізде дайын. Енді салмасын қойсақ болғаны. Салмасын құйып аламыз. Енді пешке 170 градуста 50-60 минут бойына пісіріп аламыз. Ортасы піспей қалады деп уайымдамаңыздар. Міндетті түрде піседі. Еш қорықпай жасап көріңіздер. Сосын піскеннен соң бөлме температурасында суытып алып, сосын тоңазытқышқа кемінде 3 сағатқа салып қойыңыздар. Сосын барып кескендеріңіз жөн болады. Сонда өзінің дәміне ие болып, керемет балмұздақ сияқты болып шығады. Тоңазытқышта 3 сағаттан кем ұстамаңыздар. Менің каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған арайлым. Астарыңыз дәмді болсын.